Кейде адамға ешкімнің ақылы керек болмай қалады. Тек тыныштық керек. Сол тыныштықты мен балық аулап отырған сәттен табамын. Көкейдегі көп сұрақтың жауабы дәл сол жерден табасың. Қармақты суға тастап, қалт етпей отырғаныңмен шын мәнінде өз ойыңмен бетпе-бет қаласың. Күнделікті күйбең адамдардың сөзі тіршіліктің у-шуы алыстап, санаң тазара бастайды. Кейде айлар бойы мазалаған мәселенің шешімі дәл сол тыныштықтың ішінде өздігінен келе салады. Балық аулау мен үшін жай ғана хобби емес. Бұл жанның демалысы, ойдың емі. Сабырды үйрететін, асығыстықтың пайдасыз екенін ұқтыратын ерекше мектеп. Кейде өзіме осы балық деген болмағанда баяғыда жынданып кетер ме едім деген ой келеді. Өйткені бұл судан балық емес, көңілден мұң аулайтын сәт. Қайтарда қолың бос болуы мүмкін, бірақ жаның ешқашан бос қайтпайды. Бір мәселенің жауабын, бір ауырлықтың жеңілдігін, бір үміттің сәулесін ала қайтасың. Сондықтан кейбір адамдар демалу үшін саяхаттайды. Біреулер тауға шығады, біреулер шетел аралайды, ал мен қолымдағы қармағымды алып су жағасына барамын. Өйткені кейбір сұрақтардың жауабы адамдардың арасында емес, табиғаттың үнсіздігінде жатады.